Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл. Бүгін сіздермен осындай биік әрі жұмсақ болып шығатын балды торттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін әрине видеоны соңына дейін қарап, менің видеома қолдау көрсетіп, комментария, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің тортымызға керекті заттар: қант, бал, сары май, ас содасы, разрыхлитель, жұмыртқа және ұн керек болады. Керек заттың барлығын қанша мөлшерде керек екенін описанияға жазып қоятын боламын. Алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап ағарып көпіргенше араластырамыз. Осылай көпіреді. Содан соң сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Артынан балымызды да салып жақсылап араластырып, астын отқа қоямыз. Отқа қойғаннан соң да тоқтатпай араластырып отырамыз. Отқа қойғаннан соң май ергенше жақсылап бірінші араластырып аламыз. Сосын май ерген соң ас содасын салып, әрі қарай тағы араластырамыз. Ас содасын салғаннан кейін көпіріп ісінеді. Содан соң да араластырып, қоңырқай бір золотистый түс бергенге дейін араластырамыз. Сары бір қоңыр түс болғаннан кейін барып оттан алып, массамызды суытып, ұнмен араластырамыз. Алдымен ұнымызға разрыхлителімізді араластырып аламыз. Массамыз суығаннан соң ұнымызды салып жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды қатты көп қоспаңыздар. Ұнды көп қосып қамырыңыз қатты болса, сіздердің торттарыңызда қатты болып шығуы мүмкін. Сондықтан қамырды жұмсақ етіп, осылай жерге ұн төсеп алып илесеңіздер, қамырларыңыз өте жұмсақ болады. Қамырымызды қалауларыңызша 8-9 бөлікке бөліп, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Бетін міндетті түрде пакетпен жауып салатын боласыздар холодильникке. Кезекте кремін дайындаймыз. Заварной крем жасадым мен. Алдымен сүтімізді отқа қойып қоямыз. Қайнағанға дейін ұстаймыз, бірақ қайнатпаймыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып, екеуін араластырып болғаннан соң крахмалымызды да қосып араластырып аламыз. Сосын сүтіміз қатты ысығаннан соң сүтіміздің аз ғана бөлігін осы массамызға салып, тағы да араластырып аламыз. Сүтіміздің тек аз ғана бөлігін осыған қосамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң осы массаны қайтадан отта тұрған сүтімізге қосып, аз-аздан қосып, міндетті түрде араластырып отырамыз. Тоқтамай араластырып отырамыз. Өзі осылай қоюланып крем болады. Содан соң сары майымызды қосып, тағы бір сары майымыз ерігенше кішкене араластырып, отымызды өшіріп, кремімізді аламыз. Креміміз дайын. Енді қамырымызды осындай пергамент қағазына ұн себе отырып жайып аламыз. Сосын домалақ пішін беру үшін тарелкемен немесе кез келген домалақ пішінмен кесіп, қызып тұрған 200-250 градус пеште қызартып пісіріп аламыз корждарымызды. Барлығын пісіріп болған соң корждарымыздың үстіне кремімізді жағып, 2-3 ас қасықтан кремді жағып, барлығын жинап аламыз. Корждың шетінен қалған қамырларды бетін әсемдеу үшін блендермен езіп аламыз, немесе блендер болмаса оқтаумен езіп бетіне сепсеңіздер де болады. Мінекей біздің өте биік әрі жұмсақ болып шығатын балды тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына кепілдік беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің видеома қолдау көрсетіп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.